саламатсыздар ма? Тәжірибе алаңына қош келдіңіз. Менің есімім Гаухар Сәрсенбаевасы және менің көмекшілерім Амина, Жансая. Бүгінгі біздердің тәжірибеміз магниттің қасиеттерін туралы түсінік мағына аламыз. Балалар, мен сендерге әртүрлі заттар бергенмін. Соларды магнит арқылы тартып қарайықшы. Қолымызға магнит аламыз. Барлық үстеріне тартып қараймыз. Жарайсыңдар. Амина, сенің қолыңа біраз заттар тартылыпты, солай ма? Қандай заттар тартылған? Айтайықшы. Мына ағаш қыстырғыштың ортасында темір сетпелері бар. Ал Жансая, неге кейбір заттар неге тартылмады? Соның мағынасын түсіндірші. Себебі олардың құрамында темір жоқ, резинка ағаш, монопластиктен жасалған, құрамында темірі бар заттар магнитке тартылады. Жарайсыңдар. Біздер магнитке темір бар заттар тартылатынын түсіндік. Жансая, мына топырақтың ішінде не бар деп ойлайсың? Қане магнит арқылы көрейік. Магнитке темірлер тартылды. Шие. Қағаздан жасалған қағаз қыстырғыш темір. Мен мына судың ішіне темір қыстырғыштарды, қағаз қыстырғыштарды саламын. Соны суға, магнитті суға салмаймыз, малмаймыз, бірақ ішінен аламыз. Темірді алуға тырысамыз қолымызбен. Мына судың ішінде темір бар. Мен мына магнитпен оларды тартып аламын. Мысалы, не ұнады ең ішінде? Қай тәжірибе ұнады? Маған темірмен магнит бақ алынады. Судың ішінде, стакан судың ішінде жасырылған салынған темірлерді алуды ұнады, солай ма? Амина, саған не ұнады? Айта ғой. Магнитпен темір ұнады. Қай жерге, неден, қай эксперимент ұнады, қай тәжірибе ұнады саған? Судың ішінде ма, топырақта ма, әлде әртүрлі заттардан жасырылған темірден ұнады? Судың ішінде жасырылған қабырғасы арқылы ұнады, солай ма? Иә. Бәріңізге сау болыңыздар дейміз. Бәріңізге сау болыңыздар.